Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 100 нақты қадам ұлт жоспарында сүт өндірісі мен өңдеуді дамытуды міндеттеді. Бұл еліміздегі агроөнеркәсіптік кешенінің дамуындағы бірегей бағыттарының бірі, сүт пен сүт өнімдерін шығаруға мол мүмкіндік береді. Малдың өсіп жетілуі және одан сапалы өнім алу үшін құнарлы азықтың қажетті мөлшерде қамтамасыз ету тиімді. Мал шаруашылығын дамыту үшін берік, жем-шөп қорын жасап, азықтандыру мәселелерін ғылыми негізде ұйымдастырудың бір үлгісі Өртемилка сүтті тауар фермасында көрсетілген. Орта Азияда аналогы жоқ интеллектуалды сиыр фермасы еліміздің оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Өртемилка сүт тауарлы фермасының жұмысы толық автоматтандырылған. Бұл жерде ірі қараның асыл тұқымды сиырлары өсірілуде. Қожалықтың тыныс тіршілігі туралы директорының орынбасары Абылайхан Айбишев мәлім етті. Фермамызда 700 бас бар. Қазіргі таңда Венгрия елінен алып келдік. Пародиялар Галштейн, именно сүт бағытындағы пародия. Қазіргі таңда бұл орталық Азиядағы ең роботталған ферма болып табылады. Біздің техника оборудованияның бәрі Швеция елінен алынған, Делаваль компаниясынан. Біздің сиырлардың орташа сауымы күнделікті 28-30 литр аралығында болады. Әр сиыр бізде 2000 евродан әкелінген. Именно осы бізде сүт өнімдеріне сауынды сиырлар болып саналады. Бұлар екі пародияға бөлінеді, етке және сүтке. Ең басында біздің ашылғанымызға март айында 2 жыл болады. Басында бірінші партиядан 136 бас, одан кейін тағы да 2 партия 136 бастан 408 бас алынып келді. Одан кейін уже қазіргі таңда бізде 700 басқа жетті. Ендігі жылға тағы да 400 бас қосылады деп күтілудеміз. Құны жоғары венгриялық Голштейн тұқымды сиырларының жағдайы үшін ферма ішінде салқындату метеостанциясы бар желдеткіш, күндізгідей жарық жүйелері орнатылған. Фермадағы жұмыстардың басым легін швециялық Делаваль фирмасының роботтары атқарады. Яғни автоматты құрылғылар сиырдың желін жуады, сауады және тұратын орнын тазалайды. Әр сиырдың құлағына бірегей коды бар чип тағылған. Чип бақылау пультіне әр жануардың қоректенуі, сауылымға баруы, демалатын уақыты туралы хабарлама түсіріп отырады. Ең қызығы, сиыр сауын аппаратына өзі барады. Бір сиырдан тәулігіне 30-50 литр аралығында сүт сауылады. Орта есеппен фермада 9-10 тонна сүт өндіріледі екен. Бізде мына автоматтар роботымыз осы болады. Автоматты түрде барлығы бірінші робот сиыр кірген кезде желінін тазалап, жуып, одан кейін желіндеріне міне әр желінде қанша сүт сауылу керек екенін көрсетіп тұрады. Мысалға бірінші желінде міне 2-3 литр сүт шығу керек. Бізден 2-4 литр бірінші желінен шықты. Екінші желінен 4-8 шығу керек, 3-8 сауылды қазіргі уақытта. Орташа есеппен 4 желінен 14-7 литр біз сүт күтіп отырмыз. Қазіргі уақытта 13-9 литр сауылды. Сауылып болған екен өздері йодтап желін, одан кейін келесі сиырды кіргізеді робот. Олар күніне неше рет келеді? Күніне бұл робот 24 сағат тоқтамай, тәулігіне 24 сағат істеп тұра береді. Күніне әр сиыр 3 реттен 4 реттен келіп кіреді. Орташа есеппен бір сиырда 4 рет, 3 рет кіргенде 30 литрден шығады. Кейбір сиырлар 30, 40, 50 литрға дейін беретін сиырлар бар. Қожалықта малды ұрықтандыру қолдан жүргізіледі. Осының арқасында ветеринарлар 4 тұяқтының төлдейтін уақытын жоспарлайды. Бұл жерде малда жиі кездесетін жыныстық ауруларды анықтап, алдын алу, оларды емдеу үшін ультрадыбыстық диагностикалық аппаратты қолдану тәсілдері жүргізілуде. Бұл инновациялық технологияның бір түрі. Аппараттың көмегі арқылы сиырдың буаздығы, қысырлығы және қандай аурумен ауыратындығы анықталады. Тіпті буаз сиырдың ішіндегі төлдің неше айлық екендігі де экран арқылы көрініп тұрады. Туған бұзауларды емізбейді. Жаңа туылған төлді бұзауханаға апарып, арнайы бокста күтіп бағады. Қолдан ұрықтандырудың арқасында туылатын төлдің 88-90%-ын ұрғашы мал құрайды. Ал бұқаларды 10 айдан кейін мал басын асылдандыру мақсатында ниет білдірген азаматтарға сатады. Мал туралы мән жайды ферма меңгерушісі Қуаныш Мәмбетов түсіндірді. Туылғаннан бастап үш айға шейін өсірілетін бұзауханада тұрмыз. Артында тұрған бұзаулар 2 айлық бұзаулар, 70-80 күнде бұларды сүттен шығарамыз. Сөйтіп топтама, былайша айтқанда топтама 10-15 бастан қосамыз. 3 айға шейін осы өздерінің әдейі арналған үйшіктерінде тұрып өсе береді. Өзіне байланысты сүтін, норма бойынша сүтін алады, ішеді. Өздеріне арналған комбикорм жасаймыз. Дәрумендері бар, соларды жеп өсе береді.
неше рет емізесіздер бұл заулар? Бұлар күніге 2 литрден 3 мезгіл 6 литр сүт береміз. Басында 3 айға дейін әрқайсысы өз клеткасында тұрады. Кейін топтама кезде 5 айға шейін бөлінбей тұрады, 5 айдан кейін бөлеміз. Еркектерін бөлек, ұрғашыларын бөлек. Бұл заулардың жағдайын бақылап отыратын ветеринарлар туралы, мамандар туралы айтсаңыз. Бізде ветеринар мамандардың бәрі осы жергілікті жігіттер, көбісі жас жігіттер. Мынау Тасайдағы Шымкент аграрлық колледжін бітірген 2 жігіт істеп жатыр. Мұхтар Әуезов бітірген жігіттер бар. Ветеринар бөлім бітірген көп жас жігіттер. Біз оларды білімін дамыту үшін республикалық дәрежедегі барлық семинарларға жібереміз. Қай жерде семинар болып жатқанын білсек, олар бізге шақыруын жібереді. Ақы төлеу жөнінде келісім шартқа тұрамыз, қалдырмаймыз. Одан басқа біз құнажындарды басында Венгрия елінен Хумланд компаниясынан алған тұғымыз. Келісім шарт бойынша олар 6 айда бір рет басында келіп, бізге мастер-класс дейді, сол сияқты келіп, үйретіп, біздің мал дәрігерлерді өшеді 5 күн, 10 күнде жүріп, үйретіп кетеді. Малдың бәрі сүтті бақытта болғаннан кейін, Галштин породасы асыл тұқымды бізде. Сонымен өгізшелерді бізде басында құнажындарды әдейі Венгрияда, қазір өзіміздің құнажындарды өсіп қалды, әдейі арнайы ұрық бар. 90-80% ұрғашы бұзау туады. Сондықтан да бізде ұрғашылар көпті, өгізшелер аз. Былтыр 40 бастай өгізшелер саттық, 8-10 айлықтарды. Олар асыл тұқымды болғаннан кейін бізден алған адамдар, мемлекеттен албаған адамдар 170 мыңнан, 150 мыңнан субсидия алады. Сондықтан біз сатып жатырмыз, қазір де сатып жатырмыз. Кеше 2 кетті. Тағы да адамдар келеді, өздерінің жергілікті малды асылдандыру мақсатында бізден бұқаларды алады да, өздерінің сиырларын қашырып, асылдандырады. Ал ұрғашыларды өздерін бізге қалдырамыз. Жем-шөп базасында өзімізде жерлеріміз бар. Оған биыл бидай, жоңышқа екеміз. Ал сүрлем жүгері дейді, силос дейді, жүгерді. Соны не қыламыз? Фьючерский дейді ғой, сол бағытта жергілікті фермерлер, шаруалар бізге екіп береді. Көктемде келісім шартқа тұрамыз да, біз оларға ақша береміз. Олар мысалы егеді, тұқымына ақша береміз. Бөліп, күзде олардың өнім алғаннан кейін жалпы есептесіп не қыламыз. Оларға да пайдалы, бізге де пайдалы. Өзіміз жеріміздегі орып аламыз, жетпесе сөйтіп алып жатырмыз да. Қазір қанша қызметті істеп отырсыз фермада? Бізде қазір 30-дай адам жұмыс істейді. Жаңа көрдіңіздер, робот операторлар әр қорада бір оператор, бір малшы бар, бір бұзаушы. Көбінесе барлық техника болғаннан кейін трактористер бар, мал дәрігері, 6 мал дәрігеріміз бар. Оны да бөліп қойғанбыз. 2 мал дәрігер тек қана капычек, тек тұяққа не қылады, 2 терапия, 2 ұрықтандырушы. Күніне сауыннан жиналатын 10 тоннадан астам сүтті өндіру үшін зауыт ашылған. Оның қуаттылығы тәулігіне 50 тонна. Бұл жерде шикізатты өңдеуден өткізіп, айран, сүт, сүзбе, қаймақ, 6 түрлі йогурт өнімдерін шығарады. Жаңадан іске қосылған зауыттың тыныс-тіршілігімен және жоспарымен танысу үшін кәсіпорын мамандарынан арнайы мағлұмат алдық. Ол фермада күніне 10 тонна, 12 тонна аралығында сүт шығарамыз. Енді біздің жоспарымыз бойынша біз қазір сүт зауытын аштық. Ашқанымызға енді 10 күндей уақыт өтті. Бұл сүт зауытын өзіміздің фермадан табиғи сүтті алып, өзіміздің ешқандай қоспасыз, өзіміздің сүт шығару болып саналады. Біздің сол ерекшелігіміздің бірі болып саналады. Тек ешқандай қоспа жоқ. Сақталу мерзімі 1 апталық. Бір апталық болып саналады. Сол біздің басты ерекшелігіміз. Өнімдерден сүт шығарамыз, айран шығарамыз, сметана шығарамыз, творог шығарамыз, және йогурттың 6 түрін шығарамыз. Қазіргі таңда біз нарыққа өнімдерімізді нарыққа шықтық өзіміздің өнімдерімізбен. Жаңа өнім болғаннан кейін, бірінші рет шыққаннан кейін бізді әлі көбісі тани бермеді. Енді тану барысында болғандықтан нарыққа шығу оңай емес. Біз осы салада қазір жұмыс істеп жатырмыз. Заводтың құралдарын Италиядан алдық және Ресей елінен алдық.
Италиядан дегенде біз тек полный заводты бүкіл ондай полный заводты қойып беретін ондай ешқандай компания жоқ. Біз Италияда әр қаласынан пастеризационный оборудование деген бар. Оны бір қаладан алсақ, гомогенизатор деген құралды екінші қаладан алдық, сөйтіп жинақтап осы завод соқтық. Ал қалған құбырлары, ыдыстары біз Ресей елінен алдық. Қазіргі таңда біздің заводта 30 шақты адам жұмыс істейді. Олар 70% бізде осы өзіміздің төңіректен Бадам елді мекенінен келіп жұмыс істеп жатыр. Ол бірінші біздің мақсатымыз да сол болды. Осы елді мекенге енді жұмыс орнын көбейтіп, адамдарға жұмыс орнын тауып беру болды. Қалған қаладан да қатынап келетін специалистеріміз де бар. Қазіргі таңда 30 шақты адам жалпы алғанда. Біз 5-10 тоннадан бастап жатырмыз. 50 тоннаға дейін шығаратын завод бұл. Күніне, тәулігіне 50 тоннаға дейін шығарады. 50 тоннаға келгенде біздің жұмыс орнымыз да көбейе бастайды. Біріншіден халыққа табиғи сүт беру болады. Ол мен әкем патриот болып есептеймін де әкемді, өйткені үйде отырып шай ішіп әңгіме айтып отқанда сұрап тұрам, неге өйтіп, неге именно табиғи сүт шығарып жатсыз, неге сухой молоко дейді ғой, ондай неғып қоспамен істей бермейсіз деп сұрағанда айтады, неге біздің өзіміз ата-бабамыз табиғи сүт ішкен, неге бізде табиғи сүт ішпейміз деп әзілдеп маған айтатын. Бұрын 10 жыл алдын жоспарлап келе жатқан жоспары енді іске асып, енді алға жүріп жатыр. Алдағы таңда бізде жоспарда осыны жүргізіп болған кейін ет комбинатын саламыз деген жоспарымыз бар. Оның бәрі келешекте Құдай қаласа іске асырамыз. Мамандардың айтуынша, Шымкент қаласының тұрғындарын сүт өнімдерімен толық қамту үшін кемінде осы секілді 10 зауыт қажет. Ешқандай қоспасыз табиғи сүтті өнім шығаратын 4 сүт зауыты бар екен. Соның бірі Бөрте Милка сүт зауыты. Итальяндық және ресейлік құрал жабдықтан жинақталған өндіріс орнының ерекшелігімен сүт зауытының директоры Әлібек Өмірзақов таныстырды. Данная установка называется ПУ, пастеризационно-охладительная установка. В комплекс данной пастеризационной установки входит деаэратор, гомогенизатор, сепаратор. Данное оборудование производства Италии, Технолат, так же как и наш пункт приемки молока и СИП-станция. Куда мы дальше пройдем, я вам покажу. Данное оборудование обеспечивает четкую пастеризацию. Что такое пастеризация, по-нашему, это кипячение, да, продукта. Она доводится до 95 градусов, в трубе выдержки выдерживается 300 секунд, и на выходе мы получаем дальше охлажденный, да, продукт нужной нам температуры. Это позволяет нам получить безопасный, чистый продукт. Емкости мы приобрели в России, завод молочных машин, город Вологда. Данный пункт – это пункт приемно-нормализационных емкостей, где мы принимаем молоко и производим нормализацию, доведение до нужной жирности и белка. Все молоко, как уже нормализовалось, пропастеризовалось, отправляется в нужной температуры в ферментную зону. Что такое ферментная зона? В ферментной зоне происходит сквашивание продуктов. Например, кефир, уже доведенный до нужной жирности и белка, поступает в ферментную зону, например, жирностью 2,5, с температурой 30 градусов, 28-30 градусов. И здесь происходит сквашивание продукта от 12 до 14 часов. Вот так вот. Как сквашивание произошло, сквашивание мы получили хороший качественный продукт, мы его перемешали, начинаем уже охлаждение в емкости, мы его отправляем в цех фасовки. В цех фасовки, данный цех фасовки у нас мы разных типов упаковываем материалы. Это в пленку, так называемую финпак упаковку. Два вида у нас, и кефир, и молоко мы фасуем. Затем у нас есть фасовочный автомат PurePak. В фасовочном автомате PurePak мы фасуем вот новую. Это экологическая чистая упаковка, считается pure от слова чистая, да? Мы в него фасуем кефир, сметану, молоко. Кроме сметаны, молоко, кефир и питьевой йогурт. Также фасовочный автомат есть FastPak, который в стаканчике разливает нашу сметану формата 0,2-0,4. Жирностью у нас пока в ассортименте 15 и 20% сметана. Данный цех – это творожный участок. Данное оборудование – это автоматический творогоизготовитель, в котором происходит в автоматическом режиме варка творога. А это обычная творожная ванна, в котором в ручном режиме происходит варка творога. Бұл кәсіпорынның басты қағидасы халыққа табиғи, сапалы мол өнім беру.
күнделікті зауыттан шыққан өнім арнайы зертханадан өтіп барып, қорапталып, тұтынушыларға жөнелтіледі. Лабораторияда арнайы мамандар өнімді бақылап, сапасына аса көңіл бөледі. Сол себепті зауытты әрдайым таза ұстап, санитарлық талапқа сай етіп отыру басты мақсат деп жалғастырды өз сөзін зауыт директоры. Самое главное в технологии, самое первое – это чистота. С чистоты начинаются все технологические процессы и качество продукта. Качество и чистоту наших продуктов обеспечивает автоматическая станция помойки. SIP-станция, Cleaning in Place, так называемая английская аббревиатура. Что она позволяет нам сделать? Она моет все емкости, вот вы видели, все оборудование в автоматическом режиме, кислотой, щелочью. Дальше идет санитация, это пропаривание, да, грубо 85-90 градусов, мы еще это все обрабатываем. Вот, получается, это полностью автоматическая SIP-станция, подключается любая емкость, любое оборудование, и он моется в цикле. Получается, возле каждого опорожнения танка, как он освобождается, после каждой работы оборудования мы все обязательно моем. На данный момент при переработке 50 тонн, которые мы сейчас на рынок вышли, у меня работает здесь один оператор. В будущем будет здесь, когда будем до 50 тонн переработки молока, здесь будет 3-4 оператора. Будут работать в смену. Іске кіріскені көп болмаса да, заман талабына сай Европалық үлгідегі роботтандырылған Бөртемилка сүт тауарлы фермасы алдағы уақытта ірі қараның етті тұқымын өсіріп, болашақта халықты етпен де қамтамасыз етуге ниетті. Қайрат Кәрібаев, Нұржан Сейдазым, Агробизнес телеарнасы.